Ассалаумағалейкум. Біз енді осы мал туралы айттық, төрттілік туралы барлығын. Зеңгі баба, ойсыл қара, сексек ата, қамбар ата туралы барлығын айттық. Каналда бар, қарап кетіңіздер. Енді тағы бонус ретінде қасапшының бірі. Енді мал болғаннан кейін сояды ғой. Кім сояды? Қасапшы сояды. Қазақта бір сөз бар ғой. Шымшық сойса да қасапшы сойсын деп. Енді бұл жерде может келмей тұрған шығар реті, бірақ айтып қойын. Ал қасапшының пірі кім деген сұрақ туады. Кім біледі? Білсеңіздер комментарий жазып кетіңіздер. Мына кітапта мінекей жазылған қасапшының пірі Садуақас деп. Ала оқып кетейін. Мұхамбет пайғамбардың Садуақас деген сахабасы болыпты. Өзі батыр әрі қасапшы екен. Бір соғыста Садуақас жаудың батырымен жекпе-жекке шығады. Ол кездегі шайқаста батырлар бір-бірінен кезек сұрап ұрсады екен. Жау жақтағы батыр: "Ей Садуақас, кезекті маған бер, бірінші мен бастайын" дейді. Садуақас дінсіз, мұсылманда екісі ақысы бар деген. "Бердім" дейді. Жау шоқпармен Садуақасты құлаштай ұрады. Қатты соққыдан Садуақас бар денесімен жерге өңгеріліп құлап түседі. Мұны көрген жау жағы қырын топан күлкіге басады. Садуақас орнынан теңселе тұрып атына мінеді. Енді шоқпармен пергеннен теңселмегенде қайтсын. Атына мінеді де "Енді кезек менікі" дейді. Жаудың батыры күлкісін тыймаған күйі "Бердім кезекті" дейді. Ал ол заманда Мұхамбеттің әскері, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әскері қара қару-жарақ, сауыт-сайман тапшы болып, Садуақас ұрысқа мал соятын пышағымен шыққан деседі. Мал соятын пышақтарда бір нормальный 25 сантиметрдей болып қалады ғой. Шыққан деседі. Ол ат үстінде ағызып келе жатып, кездігін сермеп кеп қалады. Ат үстінде миығынан күліп отырған кәпірдің денесі екіге бөлініп түседі. Бұл сұмдықты көрген жаудың рухы сынып, сол шайқаста жеңіліс табады. Садуақастың ерлігіне сүйсінген пайғамбар: "Бәрекелді, жарайсың қасабым-ай, іремей сойып түсірдің-ау" деп арқасынан қағады. Осы оқиғадан кейін Садуақас қасапшылардың піріне айналыпты. Қасапшылар мал бауыздар алдында "Садуақас ата өзің қолдай көр" деп сыйынады екен дейді. Мен бірде-бір қасапшының, енді мен күнде мал сойып жүргендердің қасында жүрмін демеймін, бірақ та енді көреміз ғой. Бірақ та андай бірде-бір, или ол нағыз қасапшы емес пе, нағыз қасапшылар көріп отырсам, может сөйтіп айтасыңдар ма? Сөйтіп айтатын көрінеді. Бірақ естімеппін, сіздер естіпсіздер ма? Сол комментарийде бөлісіп отырыңыздар, басқа видеоларды қараңдар, басқа пірлер жайында. Сол жақсы, амандық саулықта кездескенше.